Харари Ювал Ноа. Сапиенс. Адамзаттың қысқаша тарихы. Әкем Шломо Хараридің рухына бағыштадым. Тарихи хронология. 13,5 миллиард жыл бұрын материя мен энергия қалыптасты. Физиканың алғашқы сатысы басталды. Атом мен молекулалар пайда болды. Химияның алғашқы сатысы басталды. 4,5 миллиард жыл бұрын жер шары қалыптаса бастады. 3,8 миллиард жыл бұрын организмдер пайда болды. Биологияның алғашқы сатысы басталды. 6 миллион жыл бұрын адамдар мен шимпанзелердің ортақ әжесі қайтыс болды. 2,5 миллион жыл бұрын хомо түрі Африкада қалыптаса бастады. Тастан жасалған алғашқы еңбек құралдары пайда болды. 2 миллион жыл бұрын адам Африкадан Еуразияға өріс ашты. Адам түрлерінің эволюциясы басталды. 500 мың жыл бұрын Еуропа мен таяу шығыста неандерталдықтар тіршілік етті. 300 мың жыл бұрын адам отты жағып үйренді. 200 мың жыл бұрын Homo sapiens шығыс Африкада тіршілік ете бастады. 70 мың жыл бұрын когнитивті революция. Қиялдағы тілдің пайда болуы. Тарихтың басталуы. Сапиенс Африкадан жан-жаққа тарады. 45 мың жыл бұрын сапиенстің Австралиядағы тіршілігі. Австралия мегафаунасының жойылуы. 30 мың жыл бұрын неандерталдықтардың жойылуы. 16 мың жыл бұрын сапиенс Америкада тұрақтады. Америкалық мегафаунаның жойылуы. 13 мың жыл бұрын Homo floresiensistің жойылуы. Homo sapiens тірі қалған жалғыз түр. 12 мың жыл бұрын ауыл шаруашылық революциясы. Өсімдіктерді мәденилендіру, жануарларды қолға үйрету, тұрақты қоныстардың пайда болуы. 5 мың жыл бұрын алғашқы корольдіктер, оқиғалар, ақша, политеистік дін. 4250 жыл бұрын алғашқы империя Саргонның Аккад империясы. 2500 жыл бұрын алғашқы тиынды жасау, әмбебап ақша. Парсы империясы адамдарды игілікке кенелтіп, әмбебап саяси тәртіп орнатуға ұмтылды. Үндістандағы буддизм тіршілік иелерін уайым қайғыдан құтқаруға тырысып, әлемдік дін жасауға ұмтылды. 2000 жыл бұрын Қытайдағы Хан империясы. Жер орта теңізіндегі Рим империясы. Христиандық. 1400 жыл бұрын ислам. 500 жыл бұрын ғылыми революция. Адамзат өз білімсіздігін тәрк етіп, теңдессіз күшке ие бола бастады. Еуропалықтар Америка мен мұхит аралдарын бағындырды. Күллі жер шары бір тұтас тарихи алаңға айналды. Капитализм дамыды. 200 жыл бұрын индустриялық революция. Отбасы мен қауымның орнын мемлекет пен нарық басты. Өсімдіктер мен жануарлар жаппай жойыла бастады. Қазіргі күн адамдар жер шарынан да алысқа қол созды. Атом бомбасы адамзат өміріне қауіп төндіре бастады. Организмдер табиғи жолмен емес, зияткерлік дизайнға лайық өседі. Болашақ. Зияткерлік дизайн өмірдің негізгі ұстанымына айнала ма? Homo sapiens'тің орнын адамнан да жоғары түр алмастыра ала ма? Бірінші бөлім. Когнитивті революция. Бірінші тарау. Ештеңесімен ерекшеленбейтін жануар. Шамамен 13,5 миллиардтай жыл бұрын жер шарында материя, энергия, уақыт пен кеңістік қалыптасты. Ғаламның мұндай күрделі құбылыстарының сырын физика пәні зерттейді. Арада 300 мың жыл өткен соң материя мен энергия өзара күрделі кешен атомды түзіп, ал олар молекулаларды құра бастады. Атомдар мен молекулалардың тарихы мен өзара әрекеттесу жайын
химия зерделейді. Шамамен 3,8 миллиард жыл бұрын жер шарында әлдебір молекулалар қосылып, ірі де күрделі организмді құрды. Органикалық тіршілік тарихымен биология айналысады. Шамамен 70 мың жыл бұрын Homo sapiens түріне тиесілі организмдер әлдеқайда жетілген құрылым жасады. Біз оны мәдениет деп атаймыз. Адами мәдениеттің одан арғы тағдырына тарих ғылымы қызығушылық танытуда. Адамзат тарихының барысын 3 ірі революция айқындайды. Когнитивті революция 70 мың жыл бұрын тарихқа өз сүрлеуін салды. 12 мың жыл бұрынғы аграрлық революция үдерісті елеулі түрде шапшаңдатты. Бар жоғы 500 жыл бұрын басталған ғылыми революция біздің тарихта аяқтап жаңа жол ашуға толық қабілетті. Осы кітапта 3 революцияның адамға, басқа да тіршілік иелеріне, солардың сенімді серіктеріне қалай әсер еткені жөнінде баяндаймыз. Адамдар тарихи есеп басталғанға дейін де өмір сүрген. Қазіргі адамдарға өте ұқсас жануарлар алғаш рет осыдан 2,5 миллион жыл бұрын пайда болған. Сансыз ұрпақ ауысқан уақыт ағымында олар өздері мекендеген жердегі миллиардтаған тіршілік иелерінен еш ерекшеленген жоқ. 2 миллион жыл бұрынғы Шығыс Африканы аралап жүрсеңіз, мынандай үйреншікті көрініске кезгер едіңіз. Мейірімді аналар бөбектерін бауырына басып, бейқам балақайларша шалшықта асыр салып жүр. Албырт жастар шаттылықтың құрсауында наразылық білдірсе, қалжыраған қарттар қу жанына тыныштық тілеумен отыр. Сын сымбатты келіскен жігіт жергілікті сұлу бикенің көзіне түспек болып аласұрып, кеудесін жұдырығымен төмпештеп бақса, абыздай дана әжелер төңерекке көз салып, осының бәрін талай көргенін есіне алады. Баяғы заманның адамдары ойнайда, ойлайда білді. Араларында берік қарым-қатынас қалыптасты. Олар билік пен мәртебе үшін таласты. Бірақ өздерінің шимпанзе, бабуин, піл сияқты табиғи қалыптарын сақтап қалды. Адамдардың жануарлардан еш айырмашылығы болған емес. Еш қайсысы, ең алдымен адамдардың өздері ұрпақтарының ай бетіне аяқ басып атомды ыдырататынын, генетикалық кодтың күрмеуін шешіп, жылнамалар жазатынын болжай алған жоқ. Тарих есебі басталғанға дейінгі адамдар жөнінде сөз оздырған кезде мынаны еске сақтауға тиіспіз. Ол ең қарапайым жануар еді, әрі экологиялық ортаға горилладан, зауза қоңыздан немесе медузадан артық еткен емес. Биологтар организмді туыстар мен түрлерге бөледі. Бір түрдің жануарлары бір-бірімен шағылысып, тұқымдық ұрпақ қалдыра алады. Жылқылар мен есектердің арғы тегі онша алыс емес, әрі ортақ белгілері де жетерлік, алайда өзара шағылысып, күйектесе бермейді. Оларды мәжбүрлеп сүріске салу нәтижесінде дүбәра төл, мола туады. Бірақ одан ұрпақ өрбімейді. Өйткені жылқы мен есек әрқилы түрге жатады. Керісінше, бульдог пен спаниель бір-біріне мүлде ұқсамайды. Әйтсе де олар жақсы жұптасады, ал олардың күшіктері кейін басқа ит тұқымдарымен ылғып, ұрпақ жалғастыра береді. Себебі бульдог пен спаниель бір түрге, иттерге жатады. Ортақ зәузаттан тараған түрлер туыстарға біргеді. Арыстандар, жолбарыстар, барыстар мен теңбілшелер пантера туыстарының әрқилы түрлері. Биологтар жанды организмдерге қосамжар латын атауын береді. Бірінші аты туыстығын, екінші түрін білдіреді. Мысалы, арыстандар пантера лео, яғни пантера туыстасының лео түрі. Сайып келгенде, осы кітаптың кез келген оқырманы Homo sapiens, яғни homo адам туыстасының sapiens саналы түріне жатады. Туыстастар тұқымдастарға, мәселен мысықтарға, арыстандар, сілеусіндер, үй мысықтары, иттерге, қасқырлар, түлкілер, шибөрілер, немесе піл тұқымдастарға, пілдер, мамонттар, мастодонттер біргеді. Тұқымдастардың барлық түрлерінің шығу тегі әлдебір ортақ текке ұласып жатады. Айталық, барлық мысық атаулы үйдегі титімдей марғаудан айбарлы арыстанға дейінгі түрлерінің бәрі шамамен 25 миллион жыл бұрын тіршілік еткен ортақ зәузаттан тараған.
Дерегін ұзақта табанды түрде құпия ұстап келгенімен, Homo sapiens те ерекше тұқымдасқа жатады. Homo sapiens туыстастықта өзін басқа жануарлардан бөлек жаратылған жалқы түр, апа сіңлісі мен аға інісі, туыс жұрағаты, ең бастысы ата-анасы жоқ жетім ретінде көрсеткісі келді. Бірақ бұл жаңсақ пікір. Қаласақ та, қаламасақ та біз жыртылып, айрылып, шулап жүретін үлкен маймылдар, жетілген приматтар тұқымдасының мүшесіміз. Қазір солардың арасында жарқын туыстарымыз гориллалар, орангутангтар мен гиббондар, әсіресе бізге ең жақыны шимпанзе. Небәрі 6 миллион жыл бұрын бір маймылдан 2 қыз туған. Солардың бірі бүгін шимпанзелердің, екіншісі адамдардың арғы әжесі саналады. Homo sapiens бұдан да көлеңкелі деректі құпия ұстады. Біздің толып жатқан тағылау туыстарымыз ғана емес, бірге туған аға інілеріміз бен апа сіңлілеріміз де болған. Ал өзімізді жалғыз деп ойлайтын себебіміз, соңғы 10 мың жыл бойы біздің түр айналада шынымен де жападан жалғыз қалған еді. Бірақ адам деген сөздің мән мағынасы homo түріне жататын жануар. Бұл туыстың Homo sapiens'тен өзге де түрлері бар еді. Ол аз десеңіз, кітаптың соңғы тарауында бізге қол созым қалған болашақта sapiens емес адамдармен күресетін шығармыз деген болжамды жоққа шығармаймын. Homo sapiens түрінің мүшелерін айқындау үшін sapiens терминін қолданамын. Homo туысы мүшелерін анықтау үшін адам терминін қалдырамын. Адамдар, яғни Homo туыстарына жататын жануарлар шамамен осыдан 2,5 миллион жыл бұрын Australopithecus, былайша айтқанда оңтүстік мешін дейтін тым ежелгі маймылдар туыстарының бір тармағы ретінде Шығыс Африкада пайда болды. 2 миллион жыл бұрын ежелгі адамдардың бір бөлігі отандарынан өкше көтеріп, солтүстік Африканың, Еуропа мен Азияның көлкіген кеңістігін кезуге аттанып, шашырай қоныс тепті. Индонезияның қапырық джунглиінен гөрі солтүстік Еуропаның қыраулы ормандарында тіршілік ету үшін басқа қабілеттер қажет болғандықтан, адам популяциясы әр бағытта дамуға тиіс болды. Соның нәтижесінде сан алуан түрлер қалыптасты. Олардың әр қайсысына ғалымдар ауыз толтырып айтарлықтай латын атауларын ойлап тапты. Біздің жақын туыстарымыз. Болжалды реконструкция солдан оңға қарай. Homo rudolfensis, Шығыс Африка. Homo erectus, Шығыс Азия. Homo neanderthalensis, Еуропа мен Батыс Азия. Бәрі де адамдар. Еуропа мен Батыс Азияға әдетте неандертальдық деп аталатын Homo neanderthalensis, неандер алабының адамы орнықты. Қазіргі адамдарға қарағанда әлдеқайда шымыр, 4 бақ неандерталдықтар мұз дәуіріндегі Еуропаның салқын климатына тез бейімделді. Азияның шығыс кеңістігін тік жүретін адамдар, Homo erectus'тар емін еркін игерді. Олар қайтпас қайсар адам түрі атануға әбден лайық, себебі жер бетін 2 миллион жыл бойы мекендеген адамзаттың ең тұрақты түрі еді. Бұл межеге адамның өзі жетер-жетпесін білмейміз. 2 миллион жыл тұрмақ Homo sapiens алдағы 1000 жылда өмір сүрер-сүрмесі анық емес. Ява аралын мекендеген Homo soloensis, соло алабының адамы, тропиктік ендіктің тіршілігіне тез бейімделді. Индонезияның тағы бір түбегі алақандай Флорес аралында ергежейлі тіршілік иелері қоныстанды. Су деңгейі төмендеп, аралға құрлық арқылы оп-оңай жетуге болатын кездері адамдар Флореске аттанды. Су деңгейі қайта көтерілген тұста кейбір адам тіршілігі жұтаң аралдың еріксіз тұтқынына айналды. Тағам керек ірі адамдар алғашқылардың қатарында көз жұмды. Ал кішкентай адамдар тіршілік жалына жабысып күн кешті. Ұрпақтан ұрпақ ауса келе, Флорес тұрғындары ергежейлілерге айнала түсті. Ғалымдарға Homo florescensis атымен белгілі бұл ғажайып түрдің бойлары метрден, салмақтары 25 килограммнан аспады. Әйтсе де, олардың батылдығына ешкім теңдесе алмады. Олар жергілікті пілдерді аулады, мұндағы пілдер де мықыр, тұрпаты бір тұтам ғана еді. 2010 жылы жаттан өшкен
көңілден көшкен замандар жықпалында жоғалтқан тағы бір туысымыз оралды. Сібірдегі Денисов үңгіріне қазба жұмыстарын жүргізу барысында тасқа айналған саусақ табылды. Генетикалық талдау қалтарыста қалған қаңқаның бұрын соңды белгісіз болған адам түріне тиесілі екенін дәлелдеді. Соған сәйкес оны Денисов адамы, Homo Denisova деп атады. Басқа үңгірлер мен аралдарда, өзге климаттық бөлімдерде әлі табылмаған тағы да біраз туысқандарымыз жатқан шығар, кім біледі. Осы адам түрлері Еуропа мен Азияда дамып жатқанда, Шығыс Африкада да эволюция жалғаса берді. Адамзаттың бесігі жаңа түрленді. Соның ішінде Homo rudolfensis, Рудольф көлінің адамы, Homo ergaster, жұмыс істеуші адам. Ақырында бетіміз бүлк етпестен Homo sapiens, саналы адам деп атаған өзіміздің төл жеке түрімізді өсіріп өндірді. Адамдардың кейбір түрлері алпамсадай, кейбіреулері ергежейлі болды. Олардың арасында алғыр, аңшылар мен өсімдік жемісін жинауға епсекті терімшілер де жүрді. Біреулері бір аралдың шегінен шықпай тіршілік етсе, келесілері бүтін бір құрлықты игерді. Сөйте тұра, бұлардың бәрі Homo туысының өкілдері, қарапайым тілмен айтқанда, адамзат қауымы еді. Құдды осы түрлер бірін бірі ізбасар ретінде алмастырып отырғандай, эргастер эректусты, эректус неандерталдықты, ал ол мына біздің осы туыстарымызды туындатқан дегенге саятын адасқақ пікір етек жайған. Желілік модель жалған пайымға жүгіндіріп, уақыттың әр сәтінде жер жүзін бір ғана адам түрі мекендеді және ежелгі түрлердің бәрі қазіргі адамның ескірген түрлері деген жаңсақ байлам жасауға ұрындырды. Шын мәнінде 2 миллион жылға арта уақыт бойы, шамамен 10 мың жыл бұрын бірнеше адам түрі бір мезгілде өмір сүрді. Мұны жоққа шығарудың жөні бар ма? Қазір де түлкілердің, аюлар мен шошқалардың көптеген түрі тіршілік етеді ғой. Осыдан 100 мың жылдай уақыт бұрын жер бетінде адамның 6 түрі жосып жүрген. Қалыпты қағидаға қаяу түсіретін өзгеше жағдаят, бұл бізге күмәннің көлеңкесін жамылдыратын ерекшелік. Алуан текті өткеніміз емес, қазіргі кездегі жеке дара сипатымыз. Көп замай сапиенстің өліп қалған туыстары туралы кез келген естелікті тұмшалап, тұншықтырып отыратын себебі бар екеніне көз жеткіземіз. Адамзат түрлерінің айырмашылығына қарамай, айқын аңғарылатын ортақ нышандары бар. Ең алдымен, басқа жануарлармен салыстырғанда адамдардың миы тым үлкен. Салмағы 60 килограмм тартатын сүтқоректілер миының орташа көлемі 200 текше сантиметр болса, 60 килограммды Homo sapiens'тің миы 1200-1400 текше сантиметр. 2,5 миллион жыл бұрын алғашқы адамдардың миы шамамен 600 текше сантиметр болды. Неандерталдықтың миы одан да үлкен еді. Неліктен эволюция осы миды ғана қолдап қолпаштады деген сауалға жауап іздеп бас қатырудың қажеті жоқ сияқты көрінеді. Өз зердемізге масаттанып, бас үлкен болған сайын ақыл асып төгіліп жататынына сенеміз. Бірақ тап осы сеніміміз айнымас ақиқат болса, мысық тұқымдастар да математикалық талдауға қабілетті ұрпақ өрбітер еді ғой. Барша жануарлар патшалығынан неге тек бір ғана Homo туыстасы соншама салмақты да күрделі ойлау аппаратын иеленді? Ми неғұрлым үлкен болған сайын, бүкіл дененің шығыны да соғұрлым көп болады ғой. Миды әсіресе қазандай басты көтеріп жүру оңай емес. Ондай миды қоректендіру одан да бетер қиындық тудырады. Homo sapiens'тің жалпы салмағының 2-3% мидың үлесіне тиеді. Алайда, қалыпты жағдайда ми денеден шығатын бүкіл энергияның 25%-ын тұтынады. Салыстырып көрелік. Басқа приматтардың миы демалыс кезінде жалпы қуаттың 8%-ын ғана қанағат қылады. Ежелгі адамдарға ұлғайған мидың өтемі қымбатқа түсті. Біріншіден, олар уақыттың көбін тамақ іздеуге жұмсады. Екіншіден, олардың бұлшықеттері босаң тартты. Құдды қаржыны армияға емес білім беру ісін дамытуға жұмсаған үкімет сияқты, адамдар бұлшықеттердегі күшті тартып алып, нейрондарды жетілдіруге жұмсады. Ал бұл саванналарда күнелту үшін аса қолайлы амал емес еді.
Шимпанзе адаммен ғылыми айтысқа түссе, жеңе алмайды, ал енді айқаса кетсе, лезде дал-дұлын шығарары хақ. Үлкен миымыз пайдамызға жарады. Әйтпегенде машина мен зеңбірек ойлап тауып, шимпанзеден де әбжіл қимылдап, олармен айқаса кету орнына қауіпсіз жерде тұрбақ қару кезенбес едік қой. Көлік пен қару қазіргі заманның жаңалығы. 2 миллион жыл бойы адам басындағы нейрондар өсіп жетіліп жатқан шақта, адамдар тас шақпақ пышағымен, сүңгілі таяғымен мақтанбай қайтеді. Ендеше, дәл осы 2 миллион жыл бойы адам миы ненің себебінен ұлғайды? Шынын айтсақ, бұл сауалдың жауабын таппадық. Адамның тағы бір ерекше қыры тігінен жүретіні. Аяғынан қаз тұрып, саваннаны шолуға, жемтігін немесе дұшпанын алыстан көруге қолайлы. Жүріп тұруға қатыспайтын қолдарымен түрлі бұйымдар жасауға, қыл аяғы тас лақтыруға немесе тайпаластарына белгі беруге болады. Қол көбірек қызмет істеуге бейімделе түскен сайын, сол қолдардың иесінің тұрмысы да жақсара бастады. Міне сондықтан эволюция алақан мен саусақтардағы жүйке талшықтары мен сезімтал бұлшықеттер санының көбейе түсуіне жағдай жасады. Соның нәтижесінде адам қолдарымен күрделі заттар жасауды, ең бастысы қолайлы аспаптар құрастырып, кәдеге жаратуды үйренді. Аспап саймандарды пайдаланудың алғашқы айғағы 2,5 миллион жыл бұрын көрінген. Дәл сол құрал жабдықтарды өндіріп, пайдаға асыру ісі айқындаушы нышан саналды. Құралдарды зерттеген археологтар ежелгі адамдарды танып біледі. Тігінен жүрудің пайдасына қоса зияны да болды. Арғы бабалар приматтардың сүйек қаңқасы миллиондаған жылдар бойы 4 аяқтай жүгірген, әрі басы онша үлкен емес тіршілік иелерінің мұқтаждықтарын ескере отырып дамыған еді. Тігінен жүруге бейімделу әсте оңай шаруа болмай шықты. Бұған қоса, осынау тұтас тұрпат бүтін құрылымның үстіндегі қолақпандай қазан басты бұлғаңдатпай, бір қалыпта ұстап тұру да едәуір күшті қажет етті. Алыстан көру қабілеті мен шебер қолдар үшін адамзат әлі күнге дейін мойынға ұялған құяң, басты қысқан сақина түрінде өтем төлеп келеді. Әсіресе әйелдер 2 есе өтем төледі. Тігінен жүру шарананың басы өсіп келе жатқан кезде жамбас ауқымын, демек бала туу жолын тарылта түсті. Босану барысында қаза болу ықтималдығы біздің түр ұрғашыларының басты қаупіне айналды. Баланы басы жұмсақ әрі шағын кезде шала туған әйелдердің тірі қалу мүмкіндігі артып, жарық дүниеге көп ұрпақ алып келді. Осылайша табиғи сұрыптау мезгілінен ерте босануды қолдады. Басқа жануарлармен салыстырғанда адамның перзенті шикілеу туады. Құлыншақ туа сала құлдыраңдай желіп кетуге дайын тұрады. Мысықтың 1 айлық марғауы енесінен ажырап, өздігінен тамақ таба алады. Ал адамның бөбегі көптеген жыл бойы өзін қоректендіріп, қорғайтын және оқып үйрететін ересектерге кіріптар болып, дәрменсіз күй кешеді. Осы жағдайдың өзі адам бойында ерекше әлеуметтік қасиеттерді дамытуға, тап сондай бірегей әлеуметтік мәселелердің пайда болуына алып келді. Жалғыз ілікті ана дәрменсіз бөбегін бағып қағумен отырып қалса, өзін де ұрпағын да асырай алмайды. Бала тәрбиелеу ісінде оған тума туыстары мен көрші көлемдерінің елеулі көмегі қажет болды. Адамды өсіріп өндіруге тайпа немесе қауым ғана қабілетті еді. Эволюция берік әлеуметтік байланыс орнатып үлгергенге қолайлы жағдай туғызды. Бұған қоса жарық дүниеге жетілмеген қалпында келетіндіктен, адамның перзенті басқа жануарлар төліне қарағанда тәрбиелеуге және әлеуметтендіруге әлде қайда тез көндігеді. Сүтқоректілердің көпшілігі жатырдан пеште күйдірген құмыра сияқты дайын күйінде шығады. Қайтадан қалыптауға тырыссаң, оны сындырып не бүлдіріп аласың. Балалар ана құрсағынан балқыған шыны тәрізді қалыпта шығады. Оларды шыр айналдырып, үрле, сөз дарыт, пішім бітір, әйтеуір қалағаныңды істе. Сәбиден христиан немесе буддисті өсіріп,
капитализмді немесе социализмді, соғысты немесе бейбітшілікті жақтаушы тұлғаны тәрбиелеп шыға аламыз. Мидың үлкендігін, құрал жабдықты кәдеге жарата білуді, оқып үйренуге қабілеттілік пен күрделі әлеуметтік құрылымды шүбәсіз басымдықтар деп есептейміз. Адамзат баласын табиғаттың падишасына айналдырған осы екені күмәнсіз сияқты. Адам тым әлсіз, тіпті мүмкіндігі шектеулі мақлұқ бола тұра, әлгі басымдықтарды 2 миллион жыл бойы пайдаланады ғой. Адамдардың барлық түрінің жалпы саны миллионға да жетпеді. Тіршілігі тұрлаусыз, мән мағынасыз күндермен өтіп жатты. Олар үнемі жыртқыш жануарлардан қорқып жүрді, ірі аңдарды аулап жеудің сәті түсе бермеді. Негізінен өсімдіктерді талғажау етіп, жәндіктер мен ұсақ мақұлықтарды аулап, өзінен күштілер мен ептілерден қалған өлекселердің өңезін мүжіп, қалт-құлт тіршілік кешті. Ежелгі тас қаруларды негізінен сүйекті шағып, миы мен жұлын майын алып жеу үшін пайдаланды. Кейбір ғалымдар адамдардың экологиялық еншісі табиғаттағы орны осындай болды деп пайымдайды. Ағаш діңіндегі құртты қазып шығаратын тоқылда құс сияқты, ежелгі адамдар да жілік майын шағып жеуге маманданды дейді. Неге дәл осыған? Кәне, елестетіп көріңізші. Көз алдыңызда бір дүйім арыстан жирафты жайратып, тояттағанша жейді. Сіз тасада тапжылмай күтіп тұрасыз. Арыстандардан кейін қорқаулар мен шибөрілердің кезегі келеді. Олармен шайқасуға шамаңыз жетпейді. Олар жираф етін жалап жұқтап, қу сүйегін қалдырады. Тек сол кезде ғана адамдар тобы әлгі аңға жақындай алады. Олар жан-жақтарына жалтақтай қарап, өздеріне қалған несібесін алуға сүйек шағуға кіріседі. Бұл адам тарихы мен психологиясын түсінуге арналған кілт еді. Күні кешеге дейін хомо туыстасы азық-түлік пирамидасының жоғарғы, дұрысы ортаңғы буыннан орын алып келді. Миллиондаған жылдар бойы адамдар ірі жыртқыштарға ұшырасып қалудан тайсақтап, ұсақ жануарларды аулады, қолына түскен теріп жеді. Осыдан 400 мың жылдай бұрын ғана олар ірі аңдарды тұрақты аулай бастады. Тек соңғы 100 мың жылда Homo sapiens'тің пайда болуына байланысты біз әлгі пирамиданың төбесіне көтерілдік. Аралық әрі кіріптар жағдайдан жойқын секіріспен ұшпаққа шығудың салдары сұмдық болды. Адам әйдік шыңға, әміршілік деңгейге көтеріліп көрмеді. Ол оған бейім емес еді. Пирамиданың шырқау биігіне көтерілу үшін басқа жануарларға, арыстандарға, акулаларға миллиондаған жыл қажет болды. Ал адам бұған қас қағым сәтте жетіп алды. Арыстандар мен акулалардың жаппай ойранынан аман қалу үшін экожүйеде тепе-теңдік сақталуы керек еді. Арыстандар қауіпті болған сайын қара құйрықта жүйткей түсті. Қорқаулар топтасып, мүйіз-тұмсықтар керісінше жеке дара күнелте бастады. Ғаламшарымыздың көп жыртқышы азулы мақұлықтар. Олардың миллиондаған жылдарға созылған дәурені айбынын тіптен асыра түсті. Ал сапиенс тірлігі шатқаяқтаған мемлекеттің диктаторы сияқты. Тек астындағы заманда ғана саваннада бөтеннің күйін кешкендіктен қорқыныш пен үрейден арыла алмадық. Дәл осы жағдай бізді тіптен қауіпті етіп, қатыгездендіріп жіберді. Табиғи апаттар, соның ішінде сойқан соғыстар мен табиғатты ойрандау, экожүйенің ұшар шыңына бет қаратпай, бәрін бұзып жарып тез келгеніміздің кесірі екені сөзсіз. Тумасынан аспаздар. Шыңға шығар жолда отты қолға алу маңызды қадам болды. Оттың қай кезде, қалай және қалай болған жөнде дәл ештеңе білмейміз. Адамның кейбір түрлері отты 800 мың жыл бұрын қолдана бастаған шығар. 300 мың жыл бұрынғы уақыттан бері Homo erectus, неандерталдықтар және Homo sapiens'тің арғы бабалары отты тұрақты пайдаланды. От жарық пен жылудың сарқылмас көзіне айналып, айналасына жемтік іздеп, аласұрып жүрген арыстандардан қорғады. Тағы бір шама уақыт өтті. Адамдар қорғаныстан шабуылға көшіп, алғашқы жаппай өндіріс қамына кірісті. Ормандарды әдейі өртеді.
От лапылдап жанып біткенше күте тұрып, тас ғасырының кәсіпкерлері түтіні бықсыған жерді аралай жүріп, үйтіліп піскен жануарлардың еті мен сүйегін, жаңғақтар мен жеміс түйнектерін жинады. Адам жер аумағын игеруді де үйренді. Ораймен жағылған отжалын өткел бермей тұтасқан орман жынысын аста төк азық алаңқайына айналдырды. Отпен келген ең үлкен нығмет тамақ пісіру еді. Шикі қалпында біз жей алмаған тағам түрлері бидай, күріш, картоп піскен күйінде тіршілігіміздің арқауына айналды. Ол азығымыздың химиялық құрамын ғана емес, биологиялық сипатын да өзгертті. Оттың ыстық табы етте құжынап жүрген микробтар мен паразиттерді өлтірді. Адамдар жеміс-жидек, дән жаңғақ, жәндіктер мен өлекселер тәрізді өздерінің үйреншікті тағамдарын енді жеңіл шайнап, қиналмай қорытатын болды. Шимпанзе қолына іліккенін құрғақтай жеп, күн сайын ауқаттануға 5 сағаттай уақытын зая етсе, адам баласы ыстықтың табына түскен таудай тағамды 1 сағатқа жетпейтін мерзімде жеп таусады. Тамақ пісіруді үйренген соң, азық-түліктің жаңа түрлері пайда болды. Адам ауқаттануға аз уақыт жұмсады. Енді оған айбалтадай өткір азу тіс пен шұбатылған ұзын шектің қажеті болмай қалды. Кейбір ғалымдар отты меңгеру мен ащы шектің қысқаруы және мидың ұлғаю арасында тікелей байланыс бар деп есептейді. Ұзын шекте үлкен мида көп энергияны қажет етеді. Сондықтан олардың екеуін бірдей тойдыру организмге қиындау. Ащы шектің ұзындығын қысқарған сайын неандерталдық пен хомо сапиенстің миы өсе түсті. Отты игеру адам мен басқа жануарлар арасын алшақтататын алғашқы сынаны қақты. Жануарлардың барлығы тек өз денесіне, бұлшық етінің мықтылығына, тісінің көлемі мен өткірлігіне, қанаттарының ауқымына байланысты қарекет қылады. Олар ауа мен су ағымдарын жетік пайдаланады. Алайда табиғат күштерін басқара білмейді, әрі әу бастан өз дене құрылымының ерекшеліктерімен шектеліп қалған. Мәселен, бүркіттер жерден көтерілетін ауа ағынын ұстайды да, кең құлаш қанатын керіп, әлгі ағынның өзін көкке самғатып әкетуіне мүмкіндік береді. Бірақ ол ауа ағынын өзіне қолайлы етіп бөліп жара алмайды. Барынша көтеру күші оның қанатының көлеміне сәйкес келеді. От жағуды меңгерген кезде адамдар басқарылатын әрі ешқашан сарқылмайтын ресурсты құзырына бағындырды. Бүркіттен айырмашылығы, адам отты қайда және қашан жағатынын өзі шешеді, әрі сан түрлі мақсатқа пайдалана біледі. Ең бастысы, оттың күші әлдебір пішімге, құрылымға немесе адам денесінің қуатына мүлде қатысты емес. Нәзік те, әлжуаз әйелдің қолында шақпағы мен жер майы немесе алау ағашы болса, аз ғана уақыт ішінде аумағы ат шаптырым орманды өртеп жібере салады. От жағуды меңгеруші болашақтың хабаршысы еді. Өз бауырын күзеткен. Оттың пайдалы болғанына қарамастан, 150 мың жыл бұрын адамдар әлі де шет қақпай көрген жаратылыс еді. Ендігіде олар арыстандарды үркітіп, ызғырық түнде жылынып, кей-кейде орманды да өртей алды. Әйтсе де, Индонезиядан Иберия түбегіне дейін шашырай таралған барлық түр миллионнан аса ғана адам тіршілік етті. Олар экологиялық аумақта соншалықты көп емес еді. Біздің түріміз, Homo sapiens, әлемдік аумақта пайда болса да, Африканың бір бұрышында өз шаруасын күйттеп қана жүрген болатын. Алғашқы Homo sapiens қашан пайда болды және олар қайда өмір сүрді? Нақты бір жауаптың орнына толып жатқан қарама-қайшы теорияларға тап келеміз. Әйтсе де, зерттеушілердің көпшілігі 150 мың жыл бұрын Шығыс Африкада, өз сөздерімен айтқанда, анатомиялық көзқарас тұрғысынан қазіргі қалыптағы адамдар мекендеп жатты дегенге маңдай тірейді. Сол адамдардың біреуі қазіргі заманның мәйітханасына түсе қалса, патологоанатом ешқандай ерекшелік аңғармас еді. Оттың арқасында тістері дізіліп, арғы аталармен салыстырғанда жағы кішірейді. Миы да бүгінгі біздікіне жете қабыл болып үлкейді.
Ғалымдар шамамен 70 мың жыл бұрын Homo sapiens Шығыс Африкадан Арабияға жетіп, сол жерден адам популяциясы Еуразия құрлығының негізгі бөлігіне шапшаң таралғанын есептеп қойды. Homo sapiens Арабияға жеткенге дейін Еуразияның біраз бөлігін басқа адам түрлері мекендеп жатыр еді. Оларға не болды? Бірін-бірі терістейтін екі теория бар. Түр аралық будандасу теориясы сексуалды құштарлық, қарым-қатынас жасау және сүйек шатысып, қан араластыру туралы сөз қозғайды. Африкадан шыққан келімсектер жер шарын кезіп келе жатқанда жолшыбай кезіккен сұлу қыздардың бәрін жар қылып әйелдікке ала беріптіміз. Мысалы, сапиенс Европа мен таяу шығысқа жеткенде неандертальдықтарға кезікті. Даудың басы баяғы неандерталдықтар. Олар сапиенске қарағанда күшті де қайратты болды. Суық климатқа жақсы бейімделді. Мидың көлемі жағынан да сапиенстен қалысқан жоқ. Неандерталдықтар interbreeding theory. Еңбек құралдарымен отты пайдаланды, аңды шебер аулады. Сірә өлгендерді жерлеп, әлсіз де ауру туыстарына қамқорлық жасаған да шығар. Археологтар мүгедек бола тұра, егде жасқа жетіп өлген неандерталдықтың қаңқасын тапты. Демек, оған тірісінде біреу жәрдемдесіп бағып қаққан. Сол кезге дейін неандерталдықтар ебедейсіз, әрі ақымақ, үңгір адамы есебінде кекесін келемежге айналып келген еді. Соңғы жаңалықтар ол ойымыздан айнытатын сияқты. Түр аралық қан араласу теориясына сай, сапиенс неандерталдықтардың жеріне табан тіреген кезде сапиенстер мен неандерталдықтар дүниеге ұрпақ әкеле бастады да, сол арқылы екі түр бірігіп, бір-бірімен жымдасып кетті. Олай болса, неандерталдықтар жоғалған жоқ. Қазіргі еуразиялықтар, солардың жұрнақтары, таза қанды сапиенс емес. Неандерталдықтар мен сапиенстердің қан араластырғанындай, сапиенс Шығыс Азияға жеткенде де жергілікті эректуспен бас қосты. Сондықтан корейлер мен қытайлар сапиенс пен эректустың ортақ ұрпағы. Ығыстыру теориясын replacement theory жақтаушылар бұл болжамды теріске шығарады. Олардың пікірінше, сапиенстер мен неандерталдықтар анатомиясы соншалықты жақын емес, бәлкім жыныстық қатынасы да әрқилы болды. Тіпті иістер келіспеді. Олар бір-біріне тапсонша құмартып, үздіге қойған жоқ. Ғайыптан тайып, Ромео неандерталдық сапиенс Джульеттаны ұната қалса, олардан ұрпақ өрбуі не ғайбілдеу нәрсе. Екі популяция бәрібір бірікпес еді, ал неандерталдықтар қырылып біткен кезде олардың генетикалық мұралары да жойылып тынды. Мұндай жағдайда ежелгі популяция қазіргі адамға генетикалық із қалдырмастан жоғалып кетуі ықтимал. Олай болса, қазір өмір сүріп жүрген кез келген адамның шежіресін 70 мың жыл бұрын Шығыс Африкадан шыққан жұмбақтай бұлдыр бабалар легінен таратуға болады. Демек, бәрімізде таза қанды сапиенспіз. Бірінші карта. Homo sapiens'тің жер шарын бағындыру тарихы. Осынау дау-дамайдың түп тамырына көп нәрсе байланып тұр. Эволюциялық көзқарас тұрғысынан қарағанда 70 мың жыл тым қысқа мерзім. Ығыстырып шығару теориясы рас болса, онда жер жүзіндегі барлық адам бірдей генетикалық сипатты мирас етуге тиіс. Ал нәсілдік айырмашылық аңғарылмай қалар еді. Ал енді қан араластыру теориясы шын болса, онда африкалық, еуропалық және азиялық тұрғындар арасындағы генетикалық айырмашылық әлде қайда көне болып шығуы ықтимал. Олар бірнеше жүздеген жылдар бойы өмір сүріп келе жатыр ғой. Бұл сөзде шындықтың сәл ғана шұқыны байқалса, нәсілшілдер де бөркін аспанға атып, қауіпті теорияны жариялап, саяси жарылыс жасар еді. Соңғы 10 жылдықта ығыстырып шығару теориясы үстемдік алды. Археологиялық олжалардың көпшілігі солардың сөзін сөйлейді, және де саяси ұстамдылық талаптарына сай келді. Адамзаттың бүгінгі нәсілдері арасындағы ұстынды айырмашылықты дабыралатқан нәсілшілдер дәйегіне дем беретін Пандора жәшігін ешкім ашқысы келмеді. Бірақ 2010 жылы бұл теория бас көтерілместей жеңіліске ұшырады.
Неандерталдық генін 4 жыл зерттегендер қорытындысы жарияланды. Генетикалық қазып алынған сүйектерден қазіргі адам мен оның ықтимал бабасын салыстыруға жеткілікті материал жинады. Нәтижесі ғылыми ортаны дүрліктіріп тастады. Сөйтсе, таяу шығыс пен Еуропаның қазіргі тұрғындары генінің 1/4% неандерталдықтарға тиесілі екен. Соншалықты көп емес шығар, әйтсе де тым аз көрсеткіште болмай тұр. 2 айдан соң Денисов үңгірінен табылған саусақты генетикалық талдау барысында таңғаларлық екінші жаңалық ашты. Әлгі сүйектегі бірегей адами геннің 6% қазіргі меланезиялық Австралия тұрғындарына тән екен. Осы зерттеу нәтижесі рас болса, зерттеу жасалып жатқанын, алдын ала жасалған қорытындыны әлі бекіту немесе түзету керегін есте ұстаған жөн. Онда қан араластыру теориясы ішінара шындыққа айналмақ. Әйтсе де, ығыстыру теориясы да түгелдей жоққа шығарылмайды. Неандерталдықтар мен Денисов үңгірін мекендегендер қазіргі адамға өз генінің аздаған бөлігін бергенімен, сапиенстер басқа адам түрлеріне бәрібір толықтай ұласа қойған жоқ. Екеуінің арасында тіршілік етуге қабілетті ұрпақ қалдыруға кедергі жасайтындай айырмашылықтар көп болса да, бәрібір екі түр өкілдері сирек зауықтасты. Оның өзі зорлау әрекеті болуы әбден мүмкін. Будандасып, қан араластырды. Бірақ мұны бір-біріне ұласып бүтіндей қосылу деудің жөні жоқ. Ендеше сапиенстер, неандерталдықтар мен Денисов үңгірінен шыққандардың биологиялық туысқан түрі екенін немен түсіндіреміз? Олардың жылқылар мен есектер сияқты екі бөлек түрге жатпайтыны да белгілі. Екінші жағынан, олар бульдог пен спаниелдер секілді бір түрдің екі туысы да емес. Бұл жөніндегі биологиялық шындықтың өзі ақ-қара түсті, яғни екі ақ реңкке ие. Оның маңызды сұрғылт түстері де бар екенін естен шығармау керек қой. Жылқы мен есек сияқты ортақ бабадан тараған кез келген екі түр кезінде бульдог пен спаниель сияқты бір ғана түрден тараған еді. Екі туыстың бір-бірінен қатты өзгешелене бастаған түрлері де болған шығар, дегенмен олар өзара жұптасып ұрпақты әкелетін. Кейінгі өзгерістер олардың арасын жалғап тұрған соңғы байланыстырушы жіпті үзіп жіберді де, әрқайсысы жеке эволюциялық жолға түсті. 50 000 жыл бұрын сапиенс, неандерталдықтар мен Денисов үңгірінің адамдары да сол бөлінудің ең соңғы шегіне жетіп қалған еді. Олар жеке түрге айнала қоймаса да, сол күйге жете қабыл болды. Алдағы тарауда сапиенстердің неандерталдықтар мен Денисов үңгірі адамдарынан генетикалық коды мен физикалық ерекшеліктері ғана емес, когнитивті және әлеуметтік мүмкіндіктері де өзгеше бола бастағанына көз жеткіземіз. Сапиенстер мен неандерталдықтардың ортақ ұрпақ өрбітуі қиындай бастаған секілді. Осылайша популяциялар қосыла алмады. Десек те, неандерталдықтардың бағы жанған кейбір гендері сапиенс экспресске айналды. Біздер, сапиенстер, өзге түр жануарлармен жұптасып, ортақ ұрпақ әкеле аламыз деген ойдың өзі көңіл алаңдатады. Үшінші сурет. Неандерталдық бала кейпінің тамаша реконструкциясы. Генетикалық деректер неандерталдықтардың, бәлкім кейбіреулерінің, терісі ақ, шашы сары болуы мүмкін екенін көрсетеді. Неандерталдықтар сапиенстің ассимиляциясына түспеген болса, қайда кетті? Ықтимал жауабы мынау. Олар хомо сапиенспен бәсекеге төтеп бере алмай, жойылып тынды. Көзге елестетіп көрелік. Сапиенстер 100 000 жылдар бойы неандерталдықтар жайлаған Балқан алабына аяқ басты. Келімсектер бұрыннан жергілікті тұрғындар қорек еткен бұғыларды аулап, жаңғақтар мен жемістерді тере бастады. Олар неандерталдықтарға қарағанда аңшы әрі терімші ретінде әлдеқайда епті еді. Озық технологияларды игеріп, тәуір ұйымдасты, сондықтан тез көбейіп, жаңа жер аумақтарын басып ала берді. Ойлауға орашолақтау неандерталдықтар енді қарын тойдыра алмайтындай халге жетті. Популяция азайып,
біртіндеп қырыла бастады. Бәлкім бір-екеуі аман қалды. Міне, сол аман қалған санаулы неандерталдық көрші қонған сапиенстерге қосылып, мидай араласып кеткен шығар. Бұған басқа да болжам бар. Ресурсқа бола басталған бәсеке зорлық-зомбылық пен геноцидке ұласты. Сапиенстер қай кезде де төзімсіз еді. Қазіргі тарихта да терінің түсіндегі, диалекті мен діндегі болмашы айырмашылыққа бола сапиенстердің бір тобы екіншісін қынадай қырып жатады ғой. Ендеше ежелгі сапиенстерден мүлде басқа адам түріне қатысты төзімділік күтуге бола ма? Неандерталдықтарға кезге қалған сапиенстер өзінің тас түнек тарихында тұңғыш әрі түбегейлі этникалық тазалау қарекетін қолға алуы әбден мүмкін. Қалай болғанда да неандерталдықтар бізге алғашқы егер де деген тарихи сөз ләмін қалдырып кетті. Ойлап көріңізші, егер де неандерталдықтар Homo sapienspен қапталаса өмір сүре бергенде, тарих ауаны қалай өзгерер еді? Әр алуан түрлері тіршілік ететін әлемде қандай мәдениет, қандай қоғам, қандай саяси құрылымдар қалыптасуы мүмкін? Мәселен, дін қалай дамитын еді? Болмыс кітабы неандерталдықтарды адам ата мен Хауа ананың ұрпақтары ретінде жариялап, Иса пайғамбар солардың күнәсін өтеу үшін өлер ме еді? Құран кәрім түр тұқымына қарамастан иман келтіретіндердің барлығына жұмақтан орын тілер ме екен? Неандерталдықтар Рим легиондарында да шырмауықтай ширатылған Қытай бюрократиясына қызмет істей алар ма еді? Американың тәуелсіздік декларациясын айнымас ақиқаттай көріп, Homo туыстарының барлық мүшелері тең деп жар салар ма екен? Карл Маркс барлық адам түрлерінің пролетарларын бірігуге шақырар ма еді? Соңғы 10 мың жылда жер шарындағы жалғыз адам түрі Homo sapiens деген пікірге үйренісіп кеткеніміз сонша, басқаша мүмкіндіктерді көзге әзер елестетеміз. Аға ініміз бен аға сіңіліміз жоқта, біз бен жануарлар патшалығы арасындағы даңғайыр алшақтық жатқанына масаттанып, өзімізді жаратылыстың шоқтығы санау оп-оңай. Чарльз Дарвин адамның да жануарлар әлеміне жататынын ишаралаған кезде, замандастары тұлан-тұта ашуланды. Қазір де көпшілік бұған қарсы шығады. Неандерталдықтар тірі қалғанда да өзімізді айрықша жаратылыс үлгісі ретінде әспеттей берер ме едік? Арғы ата-бабаларымыз елемейін десе, өздеріне тым ұқсас, бауырына тартайын десе, мүлде басқа туыстарын сол үшін құртып жібере ме екен? Сапиенстердің кінәсінен бе, әлде басқа ма, әйтеуір олар жаңа қолданысқа келгеннен кейін бұрынғы жергілікті тұрғындар қырылып қалды. Homo solensis'тің ең соңғысы осыдан 50 мың жыл бұрын өмір сүрді. Көп замай Homo denisova да жойылды. Неандерталдықтар тарих сахнасынан шамамен 30 мың жыл бұрын кетті. Соңғы ергежейлі адамдар 12 мың жыл бұрын Флорес аралын кезіп жүрді. Олардан сүйектер, тас шақпақ құрал саймандар қалды. Олар оған қоса ДНК-мызға бірнеше гендер мен басымызды шыр айналдырған самсаған сауал қалдырды. Олар бізді де Homo sapiensтерді соңғы адамдардың түрінде тастап кетті. Сапиенстердің бет қаратпас жеңісінің себебі неде? Қалайша біз бір-бірінен шалғай әрі экологиялық тұрғыдан ұқсамайтын аймақтарға тез бейімделіп, жедел жайғасып алдық? Қалған адам түрлерінің барлығын жаттан түс түнекке қалай қуып тықтық? Тіпті дыйлы да мыйлы, суыққа қыңбайтын неандерталдықтар біздің қыспағымызға қалайша төтеп бере алмады? Дау саябырсыз емес. Ең сенімді жауап пікірталасты одан сайын өршіте түседі. Homo sapiens ең алдымен ортақ тілінің арқасында әлемді жаулады.